YouTube және Instagram парақшаларына тіркеле кетіңіз. Періштелер жерге түсетін 10 жағдай. Бірінші. Алланы еске алу үшін жиналған ортаға періштелер түседі. Бұл туралы пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, егер адамдар Алланың үйлерінің ішінен бір үйде жиналып Құран оқып, оны үйренетін болса, оларға әлбетте тыныштық түседі, және оларды рақымшылық бүркеп періштелер қоршауына алады деген. Екінші. Таң намазы мен екінті намазының уақытында періштелер түседі. Бұл туралы Абу Хурайра радиаллаху анху, Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай деп айтқанын жеткізген. Сендерге түнде бір періштелер, күндіз бір періштелер алмасып келіп тұрады. Олар таң намазы мен аср намазында жиналып, сосын сендермен түнде бірге болғандары көкке көтеріледі. Сонда Алла олардан жақсы біліп тұрса да, пенделерімді қандай жағдайда тастап келдіңдер деп сұрайды. Ал олар, біз оларды намаз оқып жатқандарында тастап келдік. Сондай-ақ олар біз оларға барғанымызда да намаз оқып жатыр еді деседі деген. Үшінші. Жаңбыр жауғанда періштелер түседі. Хадисте жаңбырдың әр тамшысын бір періште алып түсетіні, әрі оны Алла бұйырған жерге қойып кететіні айтылған. Төртінші. Білім алуға жолға шыққан адамның аяғының астына періштелер қанаттарын жаяды. Бұл туралы Зур бин Хуббайш былай деді. Бірде мен аяқ киімге мәсих тарту жайлы сұрайын деп Саффан бин Ассалға радиаллаху анху келдім. Ол, сен алып келген не, язар деп сұрады. Мен білімге деген талпыныс дедім. Ол болса, шындығында өздерінің ризашылығын білдіру үшін періштелер білім іздегендерге сол іздегендер үшін қанаттарын тигізеді деді. Бесінші. Құран оқылған жерге періштелер келеді. Бұған Усаид ибн Худайрдың басынан өткен оқиға дәлел. Ол былай дейді. Бір күні түнде Бақара сүресін оқып отырғанымда, атым жанымда байлаулы тұрған еді. Құранның дауысын естіп, атым осқырынып жер тарпи бастады. Оқығанымды тоқтата қойдым. Атым да тынышталды. Қайта оқи бастап едім, атым тағы тыпырши бастады. Үшінші мәрте оқи бастағанымда, атым тағы да мазасызданды. Яхия атты ұлым аттың жанында ұйықтап жатқан болатын. Басып кетпесін деп, баламды алып кейінірек жатқызып қойдым. Басымды көтеріп аспанға қарағанымда, ақ бұлттың көлеңкесіне ұқсайтын бір тұманның ішінде шырақ сияқты көптеген нәрселердің жарқырап тұрғанын көрдім. Ақ бұлт жарқыраған күйінде көкке көтеріліп көрінбей кетті. Таңертең болған оқиғаны пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын айтқанда: «Ей Ибн Худайр оқы, ей Ибн Худайр оқы» деді. Мен Құран оқуым екенін түсініп, «Я Расулалла, Яхия ұлым аттың аяғының астына жақын жатқандықтан басып кетеме деп қорқып оқуымды тоқтатып едім» дедім. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: «Сенің көргенің періштелер болатын. Олар сенің Құран оқығаныңды естіп келді. Егер сол қалпы оқи бергеніңде таңға дейін тыңдайтын еді. Көпшіліктің көзінен жасырынбайтын еді» деді. Алтыншы. Әтеш шақырғанда періштелер келеді. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Егер қораздың шақырғанын естісеңіздер, Алладан оның кеңшілігін сұраңыздар. Өйткені қораз періштені көргенде шақырады» деген. Жетінші. Жұма намазының уақытында періштелер түседі. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Жұма күні болғанда мешіттің әрбір есігінде періштелер тұрып, намазға келгендерді ретімен бір-бірлеп жазады. Ал имам мінберге отырғанда парақтарын жауып, зікір сөздерін тыңдауға келеді» деген. Сегізінші. Жатарда дәрет алып ұйықтаған адамның қойнына періштелер түнейді. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Дәретпен ұйықтаған адамның қойнында періште түнейді, және ол адам түнде аунағанда және ұйқыдан оянғанда періште ол кісі үшін кешірім сұрайды» деген. Тоғызыншы. Қадір түнінде періштелер түседі. Бұл туралы қасиетті Құранда: «Періштелер және Жәбірейіл бұл түні өздерінің Раббысының рұқсатымен барлық істермен түседі» делінген. Қадір сүресі 4-ші аят. 10-шы. Ұрыс керістен қашып, сабыр сақтаған адамның қасына періште келеді. Пайғамбардың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мәжілісінде Әбу Бәкірді бір кісі радиаллаху анху сөге бастайды. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Әбу Бәкірдің радиаллаху анху үндемей сабыр еткеніне қарап сүйсіне күлімсіреп отырады.
Қоймаған соң арада біраз уақыт өткенде Әбу Бәкір радиаллаху анху әлгі кісінің сөздеріне жауап қайтара бастайды. Сол кезде Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ашуланған түр көрсетіп, орнынан тұрып кетеді. Әбу Бәкір радиаллаху анху пайғамбардың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, артынан қуып жетіп: «Я Алланың елшісі, ол мені сөгіп жатқанда сен отырған едің ғой. Ал жауап қайтара бастағанымда ашуланып тұрып кеттің. Мұның себебі не?» деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Өйткені сенімен бірге сен үшін жауап беріп жатқан періште бар болатын. Ал сен оның кей сөзіне жауап қайтара бастағаныңда періште кетіп, шайтан келіп отырды. Ал мен шайтанмен бірге отырмаймын» деді.